Қазақстан Республикасының Еуропалық одақпен қарым-қатынасы қандай? Қазақстанның Орталық Азиямен қарым-қатынасы қандай? Шекараға делимитация және демаркация жасау қалай өтті? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Қазақстан Республикасының Еуропалық одақпен қарым-қатынасы қандай? Еуропалық одақпен ынтымақтастықты нығайтуға Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2000 және 2002 жылдары Брюссельге барған сапарлары әсер етті. Еуропалық одақ еліміздегі ең үлкен шетелдік инвестор. Инвестицияның қомақты бөлігі табиғи ресурстарды өндіруге және ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі, құрылыс, қызмет көрсету, қаржы және көлік салаларына жұмсалуда. 2000 жылы қарашада елдегі саяси экономикалық тұрақтылықты сақтап, жаһандық ауқымда ядролық қарудан бас тартуға қосқан үлесі үшін Ұлыбритания ханшайымы 2-ші Елизавета Ұлыбританияға ресми сапармен барған Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Бірлескен Корольдіктің ең жоғары наградасы Әулие Михаил мен Әулие Георгийдің үлкен крест орденін табыстады. Осы сапарда елбасымыз Ұлыбританияның премьер-министрі Тони Блэрмен келіссөздер жүргізді. 2007 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев Германияға ресми сапары барысында жаңа канцлер Ангела Меркельмен кездесті. 2000 жылдың 28-29 маусымында Франция президенті Жак Ширакпен және француздық ірі компаниялардың басшыларымен кездесті. Кездесуде екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту туралы пікір алмасты. Қазақстанның Орталық Азиямен қарым-қатынасы қандай? Мемлекет басшысы Өзбекстандағы, Қырғызстандағы, Түркіменстандағы, Тәжікстандағы әріптестермен жиі кездеседі. 2006 жылдың 19-20 наурызында Қазақстан мен Өзбекстан қарым-қатынасының дамуына серпін берген Қазақстан-Өзбекстан бизнеске жаңа мүмкіндіктер атты бизнес форумы болды. 2007 жылы 11-12 мамырда мемлекет басшысы Түркіменстанда Қазақстан, Ресей, Түркіменстан үш шақты саммитіне қатысты. 2005 жылы 15 тамызда Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевті ұлықтау рәсімінде сөйлеген сөзінде Қазақстанның туысқан елді қолдауға әзір екенін айтты. Қазақстан мен Тәжікстан елдерінің қарым-қатынасының дами түсуіне президент Эмомали Рахмонның 2006 жылы мамырда Астанаға келген сапарында екі жақты ынтымақтастықтың барлық салада дами түсуіне әсер етті. Шекараға делимитация және демаркация жасау қалай өтті? 2001 жылы Астанада Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы мемлекеттік шекараға қол қойылды. Қазақстан мен Түркіменстан мемлекеттік шекаралар туралы келісім-шартқа Астанада қол қойды. Қазақстан мен Өзбекстан мемлекеттік шекарасы туралы құжатқа қол қою үрдісі 2000-2002 жылдар арасында жүргізіліп, екі құжатқа қол қойылды. 2005 жылы Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттік шекара туралы құжатқа мемлекет басшылары қол қойды. 2003 жылы Қазақстан, Әзербайжан, Ресей арасында Каспий теңізі туралы келісімге қол қойылып, 2004 жылы 7 қаңтарда күшіне енді.